Ал Тайынша ауданының Ясная Поляна орта мектебінің оқушыларымен ұжымы жаңа оқу жылын күрделі жөндеуден өткен жылы мектепте қарсы алмақ. Соңғы жылдары оқу ордасының іші аязды күндері суық болса, жөндеу жұмыстары кемшіліктің орнын толтырды деп отыр мектеп ұжымы. Толығырақ тілші сюжетінде. Ясная Поляна орта мектебіндегі 224 тәрбиеленушіге 60 педагог сабақ береді. Мектеп қабырғалары жарылмаса да терезенің тозығы жеткен болатын. Мы воспользовались помощью благотворительного фонда. Біз шетелдік қайырымдылық қорының көмегіне жүгіндік. Олар тек қана осындай мектеп, балабақша, яғни тек қана әлеуметтік нысандарға жәрдемдеседі. Біз құжаттарды дайындаған соң олар қаржы бөлді. Бізде әрине құралақан қалған жоқпыз. Техника мен жұмысшыларды жұмылдырдық. Айта кету керек, ғимарат орталықтандырылған биоотынмен жылытылады. Онымен қоса бірқатар әлеуметтік маңызы бар ғимараттар да бұл жүйеге қосылған. Поменяли в этом году 143 окна. Биыл 143 терезені ауыстырдық. Енді міне мектеп бойынша пластикалық терезелер тұр. Осы жоба аясында мектеп қабырғаларында жылыту қолға алынды. Осылайша жаңа оқу жылын мектеп оқушылары мен ұстаздары жылы мектепте қарсы алмақ. Самат Сапаралы, Ләззат Салықова, Анатолий Белонок, ақпарат.